Атлантида. Жоғалған әлем. Вашингтон. 1914 жыл. Қайырлы күн, ханымдар мен мырзалар. Менің ұсынысымды тыңдауға уақыт бөліп келгендеріңіз үшін көп рахмет. Атлантида жайлы аңыз бәріне мәлім шығар. Егер Платонның жазбаларына жүгінетін болсақ, Атлант мұхитының қақ ортасында орналасқан бұл құрлық техника және ғылым жағынан біздің құрлыққа қарағанда анағұрлым дамыған екен. Бірақ бұл құрлық мұхит иіріміне түсіп үштігейлі жоқ болады. Қай сандырағың деп отырған шығарсыздар шамасы. Атлантида жай ғана аңыз әңгіме дейтін шығарсыздар. Олай ойласаңыздар, қатты қателесесіздер. Атлантида құрлығының өркениеті Мысыр пирамидалары салынбай тұрып дамыған. Тіпті сол кездің өзінде ол құрлықтың тұрғындары электр тоғын қолданып ұшаққа отырған. Бұл мүмкін емес дейтін шығарсыздар. Бірақ бұл дәл солай болған. Көптеген елдердің тарихи дерексөздері бойынша бұл құрлықтың тұрғындарының мықты бір қуат көзі болған екен. Ол мына біз білетін газдан да, тіпті көмірден де күшті болған екен. Мырзалар, олай болса сол Атлантида құрлығын тауып, ерекше қуат көзін жер бетіне алып шығуды ұсынғалы отырмын. Әрі қарай иллюминант жазбаларында шіркеу қызметшісінің күнделігі жайлы айтылған, онда Атлантиданың қай жерінде орналасқаны жайлы деректер бар. Ғалымдардың Скандинавия тілдерінен аударып, бұл деректерді талқылау бойынша Ирландия дейді. Дегенмен бұл жазуларды викинг жауынгері қалқанында жазылған жазумен салыстыра отырып, ғалымдардың бір әріпінен қателескенін таптым. Бір әріпінен қателескенін таптым. Сөйтсек, Атлантида Ирландияда емес. Олай ойлап қалмаңыздар. Ханымдар мен мырзалар, Атлантида сөйтсек, Исландияда екен. Исландияда.